Қайырлы кеш баршаңызға достар, сіздерге бүгін бір ғана жұмыртқадан өте көп болып шығатын панкейктің толықтай рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып саламыз. Оған 70 грамм қант салып, венчикпен жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Одан кейін 50 грамм сұйық май қосып араластырып жібереміз. Және 200 грамм сүт қосып араластырамыз. Енді 140 грамм ұнымызға 5 грамм қопсытқыш қосып араластырып, аз-аздан салып араластырып отырамыз. Түйіршік, іртік болмайтындай жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міне, дайын болды. Қатты қою емес, сұйық емес, орташа массада. Енді табамызды қыздырып, силиконовый щетканың көмегімен сұйық майды жағамыз жақсылап. Қызуы қатты болмау керек, өте жай отта пісіреміз. Қасықпен видеода көрсетілгендей құя бересіздер. Асты толық піскен кезде беті осындай тесік-тесік болып шығады. Сол кезде екінші бетіне аударамыз. Өте дәмді, жасалуы тез, құрамы да қарапайым, үйде бар заттармен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны рецепті бірінші болып көретін боласыздар. Міне, осындай өте беті тесік-тесік болған кезде келесі бетіне аударасыздар. Өте дәмді, вареньемен шайсеңіздер өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған жансая. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.